7 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен Сансызбай Сарғасқаевтың «Тәмпіш қара» повесіне арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер және менің YouTube арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Оқушылар, бұл тапсырмалар хрестоматиядағы және де толық шығарманың толық нұсқасы бойынша талданған. Сондықтан кейбір сіздердегі кітаптағы үзіндіде және де менің көрсеткен жауабынан айырмашылықтар болатын болса, осыны ескеріңіздер. Мен қандай шығарманы талдап көрсетем, оның барлығы толық нұсқа бойынша талданады. Бірінші тапсырма «Тәмпіш қара» повестің толық нұсқасын хрестоматиядан оқыңдар. Бұл міндетті. Екінші тапсырма мәтінді оқып баяндап беріңдер, яғни түсінігімізді айтамыз. Үшінші тапсырма бүгінгі ауыл мен повесте бейнеленетін ауылды салыстырып, айырмашылықтары мен ұқсастықтары туралы, ауыл балаларының ойындары мен еңбектері туралы дәптерлеріңе салыстырып жазыңдар. Повестегі ауыл ол малшылық пен егіншілік басым, және де адамдар өте қарапайым өмір сүреді. Кішкентай саман үйлер, ағаш немесе лайдан жасалған үйлер көп. Мұның барлығы бұл шығармада суреттеледі. Ал бүгінгі ауыл енді кейбір жерлерде мал шаруашылығы сақталғанымен заманауи үлгіде жасалынған үйлер, яғни бұрынғыдай от жақпайтын ауылдарда бар, су үйдің ішіне кіріп тұрған ауылдарда бар. Яғни заманауи үлгідегі ауыл қазіргі таңда өте көп. Ауылдың өзінде де түрлі нәрселер дамып жатыр. Повестегі балалардың ойыны асық, шілік, орамал тастамақ, жасырынбақ, ақсүйек болса, қазіргі балалардың ойыны әрине футбол, волейбол, компьютерлік ойындар, велосипед теу деген сияқты, хоккей. Мысалға, қазіргі таңдағы балалардың мүмкіншіліктері өте көп. Төртінші тапсырма повест үзіндісін оқып, шығармадағы балалардың мінезіне назар аудара отырып баяндап беріңдер. Шығармадағы негізгі кейіпкер негізі Ертай және Шаншатай. Ертай ойын баласы, ақылды, өтеге берік, намысшыл, көпшіл, досқа адал. Шаншатай бұл бізде Тәмпіш қара. Тәмпіш қараның шын аты Шаншатай. Намысшыл, қорған, досқа адал, көпшіл, ақылды, қиялшыл, сабырлы, әдепті, ұқыпты. Оңалбек жуас, момын, жасқаншақ, қорқақ, ынжық. Оңалбектің әпкесі Күлдәрі, қиқар, тілі де қыршыңқы. Иманбек сотқар, дауркес, төбелеске ұрысқа құмар. Ержан бұл Ертайдың інісі, сотқар, ерке болса, ықсам, өкпелегеш, іштарлық қасиеті бар бала. Бесінші тапсырма берілген үзінді бойынша шығарманың композициялық құрылымын жазып шығыңдар. Оқиғаның жарықтау шегі мен аяқталуына мән бере отырып, шығарма сюжетіне байланысты пікірлеріңді білдіріңдер. Енді бұл жерде берілген үзінді бойынша деген сөзге мән береміз, яғни кітаптағы сіздерде берілген повестік үзіндісі бойынша шағын ғана композициялық талдау жасайтын боламыз. Шығарманың басталуы, Шаншатайдың ауылға келуі, шығарманың байланысуы, Шаншатайдың Ертаймен танысып, оның үйіне істеп келуі, шығарманың шиеленісуі, Шаншатайдың Ертайды және оның достарын егін басына, яғни орақ басына апаруы, жарықтау шегі балалардың егін басында еңбек етуі, шығарманың шешімі балалардың ынтамен еңбек етуге аттануы, көңілді кеш, әсем ән. Шығарманың шарықтау шегімен аяқталуын балалардың еңбек етуімен, еңбекке бар ынтасымен, көңілді әсем әнмен араласуы дедік. Бұл жерден біз сол кездегі ауыл балаларының алаңсыз бақытты балалық шағын көреміз. Балалар ерте жастан еңбекке араласқан, жанды дауыста ән айтып көңіл көтерген, және үлкендер балаларды еңбекке араластырудың да жолын білген, яғни балаларды еңбекке қызықтыра білген. Алтыншы тапсырма, Шаншатай деген баланы неге Тәмпіш қара деп атайды? Шаншатай Тәмпіш қараның портретін айтып беріңдер. Енді бұл жерде хрестоматиядағы нұсқа бойынша Шаншатай Тәмпіш қараның портретін айтамыз. Денесі түтінге ысталғандай қара қоңыр, бұлшық еттері бүлік-бүлік кетеді. Шекесі торсықтай, жалпақ маңдайлы, бұйра қара шашты, ерні жұқа, қабағы қалың, қас-қатар тізілген аппақ тістері тізілген ақ моншақтай аппақ, қысқа бойлы, шымыр.
Жетінші тапсырма шығармада қай кезеңнің оқиғасы суреттеледі. Тарих оқулығын пайдалана отырып, еліміздегі сол кезеңдегі қоғамдық әлеуметтік жағдайға назар аударыңдар. Балалар мен үлкендер арасындағы қарым-қатынасты айтып беріңдер. Тәмпіш-қара повесінде 30-шы жылдардағы ауыл өмірі суреттеледі. 30-шы жылдары Қазақстандық халықтың әлеуметтік жағдайы өте ауыр болды. Бұл кезең ел тарихындағы ең қиын, қайғылы кезеңдердің бірі ретінде есте қалды. Сол жылдары Қазақстанда ұжымдастыру, күште отырықшыландыру, байларды тәркілеу, ашаршылық және саяси қуғын-сүргін сияқты қасиетті оқиғалар орын алды. Балалар мен үлкендер арасындағы қарым-қатынасқа келер болсақ, сыйластық пен тәрбие керемет көрініс тапты. Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетілді. Балалар үлкеннің тілін ала білетін, үлкеннің алдында именетін, ұялатын болды. Ал үлкендер болса, жастың алдында сөйлер сөзін, айтар ақылын білді. Сегізінші тапсырма берілген кестені шығарма кейіпкерлеріне мінездеме бере отырып толтырыңдар. Кестені толтыру үшін хрестоматиядағы толық нұсқаны оқыңдар. Тоғызыншы тапсырма шығармадағы Шаншатай мен Ертайдың мінезін салыстырып үзінді айтыңдар. Енді бұл жерде бізде бірінші үзінді, екінші, үшінші, төрт үзінді берілген, және де кімге айтты, не себепті айтты деген бағандар бар. Енді оның барлығын сіздер өздеріңіз графа ретінде, яғни кесте ретінде дәптерге түсіресіздер. Мен тек сіздерге жауабын көрсетейін. Бірінші үзіндіні кітаптан аласыздар. Кімге айтты дегенде Ертай Шаншатайға айтты дейміз. Неге айтты дегенде, себебі Шаншатай ең алғаш Ертайдың үйіне келгенде шырттай болып киініп келген еді, тіпті мойнында галстугы да болды. Ал Ертайдың ата-әжесі оны мақтаған болатын. Ертай осы жерде сәл қызғаныш білдірді деп жауап береміз. Екінші үзінді Ертайдың әжесі атасына айтты. Шаншатай Ертаймен жеке сөйлесуге арнайы келгеннен кейін ол да тап-таза болып киініп келді. Үшінші үзінді Шаншатай Ертайға айтты. Себебі мектеп қабырғасында ілулі тұрған Тайбурудың суретіне Шаншатай таңырқай қарайды. Сол кезде Келдібай ағай келіп, Ертайды суретші деп мақтайды. Төртінші үзінді Шаншатай орақ басына келген оқушыларға, яғни балаларға айтты. Себебі Шаншатай балаларды орақ басына масақ теруге, бидай баулауға алып келген еді. 10-шы тапсырма авторлық баяндауды талдай отырып, автордың кейіпкерлеріне деген көз қарасын анықтаңдар. Автор бұл мақсатта қандай сөздерді қолданған? Автор бұл шығармасында ауыл өмірін шынайы суреттейді. Шығарма оқырманға анық жету үшін өмірбаяндық әңгіме ретінде жазған. Яғни бас кейіпкерді негізге ала отырып, сол кейіпкердің өмір жолын, естеліктерін көрсетеді. Мысалы, шығарманың бас кейіпкері Ертай өзінің басынан өткерген қызық естеліктермен бөліседі. Өмірбаяндық шығарма екені шығарманың басталуында байқалады. Содан бері талай жылдар өтті дейді. Мысалға, Тырнақшаның ішінде алынған сөйлемдердің барлығы бұл шығармадан келтірілген дәлелдер. Себебі автор бұл мақсатта қандай сөздерді қолданған деген сұраққа жауап беріп отырмыз. Ауыл балаларының алаңсыз өмірін суреттеген бұл шығармада сан түрлі кейіпкер бар. Бала болған соң артыс-тартыс, қиял мен арман бірге жүреді. Шығарма қызық бола түсу үшін автор тек жақсы баланың бейнесін емес, сотқар баланың да бейнесін көрсеткен. Мысалы, Иманбек тек жүрмейді, балаларды жақыстырып, төбелестіріп қоятын. Бала болғаннан кейін арман болады, қиял болады. Сол қиялға ерік беретін сәттерді автор Шаншатай арқылы жеткізген. Мысалы, ол шығармада былай бейнеленеді. Күні кеше қиялдың не екенін білмесек, енді сол тәтті сұлу қиялдың қанатына мініп, жан дүниеміз рахатқа шомылады. Және алғашқы бала махаббат болады. Ғашықтық үлкен кішіге қарамайды-ау деймін.
11-ші тапсырма төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер. Ертай неге Шаншатайдан қысылады? Шаншатайдың әдепті, сыпайы екенін қандай сөздерінен байқадыңдар? 12-ші тапсырма балалардың киген киімін сипаттап беріңдер. Шаншатайдың киімі бұтында шолақ шалбар, үстінде торкөз көйлек, аяғында сандал, басына кигені көнетоз тақия, галстук таққан. Ертайдың киімі үстінде көк сәтен жейде, ақ жолағы бар шалбар, сары персент бәтеңке. Үнемі сатқал болып жүретін Мұңалбектің үстінде кірсіз жейде, бүйсегүл болса аяғына ақ туфли, үстіне гүлді көйлек, басына қызыл орамал таққан. Ықсанда қара костюм. 13-ші тапсырма 3-ші мәтінді тыңдап, қажетті сөздерді дәптерлеріңе жазыңдар. Енді бұл жерде бізде қажетті сөздер реттік сандармен көрсетілген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оның барлығын сіздерге номерлеп қойдым. Мысалға, бірінші жақшаның ішінде бірінші номерлі бос орынға ұзаққа деген сөздерді қоясыздар. 14-ші тапсырма повестен алынған үзіндіні толықтырып, оқиғасын дамытып жазыңдар. 15-ші тапсырма шығарма сюжетін пайдалана отырып еңбек ету туралы шығарма жазыңдар. Бала кезімізден бері бізге еңбектің қадірін түсінуді үйретеді. Адал еңбек қана адамды биікке көтеріп, өмірге мән береді. Бұл тақырыпты біз Тәмпіш қара повесінен анық байқай аламыз. Еңбек адам өміріндегі ең маңызды құндылықтардың бірі. Адамзат дамуының барлық кезеңдерінде еңбек алдыңғы орында тұрды. Себебі еңбек арқылы адам өз арманына жетіп, болашағын қалыптастырады. Әр адам өмірде белгілі бір жетістікке жету үшін ең алдымен адал еңбек етуі керек. Оқушының еңбегі жақсы оқу, ата-ана мен мұғалімнің айтқанын тыңдау, білім алу. Ал ересектердің еңбегі өз мамандығын игеріп, адал қызмет ету. Қандай салада болсын, еңбекқор адам ғана биік белестерді бағындыра алады. Ата-бабаларымыз еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбейді бекер айтпаған. Шынайы еңбек еткен адам ешқашан кедей болмайды. Ол өзінің маңдай термен тапқан нанын жеп, өмірдің қадірін түсінеді. Яғни, еңбек адамды шыңдайтын, өмірге құлшыныс сыйлайтын ең басты күш. Тек адал еңбек қана бізді табысқа жеткізеді. Сондықтан әрбір адам кішкентай кезінен бастап еңбекқор болуға үйренуі керек. 16-ші тапсырма хрестоматиядағы повесть мәтінін пайдалана отырып, әр бөлімде қандай оқиға болғанын, қандай кейіпкерлер қатысқанын айтып беріңдер.